Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандармен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы бүгін сіздерге қалқанша безі туралы айтатын боламын, және қалқанша безінің жұмысының бұзылуына байланысты белгілер туралы айтатын боламын. Ал оның жұмысының күшеюі немесе төмендеуі оны өзіңіздің жеке врачыңыз, дәрігеріңіз анықтайды. Қалқанша безінің жұмысы бұзылған кезде бірінші ашуланшақтық болады. Адам кез келген нәрсеге ашуланып, қасындағы адамдарының кез келген іс-әрекеті жақпай ұрысқыш және конфликтке түсіп отырады. Және де ол ашулануы 1 сағат немесе 2 сағат немесе ренжігені қайтадан есіне түссе, қайтадан ашулануы мүмкін. Келесі екінші жылағыштық. Ол жылауықтық әйелдерде де еркектерде де болуы мүмкін. Мысалы, кез келген тос сөйлесе де, немесе кино көріп, кейіпкердің іс-әрекетіне байланысты көңілі босап, жылап та алуы мүмкін. Келесі шаршағыштық. Ол таңертең тұрғаннан бастап адамда шаршағыш әлсіздік болуы мүмкін, себебі ол адамда күш болмайды. Келесі терінің құрғақтығы, әсіресе аяқ пен қолда қатты білінеді. Киімді шешкен кезде аппақ қайызғақтар түсуі мүмкін. Келесі есте сақтау қабілетінің төмендеуі, немесе мүлде есте сақтау қабілетінің болмауына да алып келуі мүмкін. Келесі шаштың түсуі, шашты тарағанда, шашты жуғанда, жай сипағанның өзінде шаш түсуі мүмкін, немесе жастықта шаш жатқанын байқауға болады. Шаш қана түспейді, сақал, қас, кірпік те түсуін байқауға болады. Сонымен қатар ағарған шаштардың краска алмауы да, немесе жалпы шаштың краска алмауының себебі болып келеді. Шынтақта және де табан өкшеде терінің қалыңдағанын, немесе өкшенің жарылуында байқауға болады. Бөртпелердің пайда болуы көбіне бетте, маңдайда, самай аймақтарында байқауға болады, және өзінен кейін дақтар қалдыруы мүмкін. Және де бетте тек сол бір орында қызылды үлкен акнені байқауға болады. Тек бір орыннан шығатын. Салмақтың төмендеуі немесе азаюы ол тағамны қабылдағанына және физикалық жүктемеге де байланыссыз болып келеді. Кеш қату ол 2 күннен 3 күн немесе апталап 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Және де ол тәбетке байланыссыз, және де ешқандай да үлкен дәретке деген ешқандай белгі болмайды. Сұйық нәжіс ол тұрақты 1 күн бойы мүмкін, және де үлкен дәретке барғысы келетін сезімі болуы мүмкін. Бастың ауруы, мойынның бастың қан тамырларының қысылу нәтижесінен болатын, және де мойынның тамырларының қысылуынан болатын бас ауруынан өзгешелігі ол мигрен тәрізді болып келеді. Және ол бірнеше сағатқа созылуы мүмкін, және де ешқандай да спазмолитикке және де ауру сезім басатын дәрілерге бас ауруы қоймайды. Келесі депрессиялық жағдай, яғни адамның ешқандай да көңіл күйі болмайды, өмірдің бояуы жоқ секілді, адамдар ол кісіні ұнатпайтын секілді сезімдер болып. Беттің түске дейінгі немесе алақанның, саусақтардың ісінуі бірі екіншісіне қарағанда ісіңкі болады. Үшінші тобықтың ісінуі. Бастың немесе қолдың дірілі болуы мүмкін. Тез майлану, мысалы басты жудыңыз, 2-3 сағаттан кейін шаштың түптерінің майланғанын байқауға болады. Келесі жүрек соғысының жиілеуі, тамақ аймағында жүректің соғысы соғып тұрғандай, және де ауыздан шығып кететіндей жүрек соғысы болуы мүмкін. Кешке және түнге қарай тәбеттің жоғарылауы болуы мүмкін. Тез суықтап қалуы мүмкін, және де
көбіне аяқ қолының ұйып қалуы мүмкін. Түнде ұйықтағанда түнде аяқтар бұлшықеттердің жиырылып қалуы мүмкін. Ойлау қабілетінің төмендеуі мүмкін. Иіс сезу қабілетінің өзгеруі, көбіне мұрнына бір сасық иіс келгендей болуы мүмкін. Етеккір циклінің өзгерісі болуы мүмкін. Осы барлық жалпы мағлұмат. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше. Видео ұнаса подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жазыңыз. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік. Бүгін сіздерге бездердің қаншайымы, қалқанша безінің қызметі бұзылғанын қалай анықтаймыз және қандай әдістер екенін туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіз. Біздің қазіргі қоғамда конфликтті жағдайлар көп болғандықтан екінің бірінде стресстік жағдай болады. Ал қалқанша безінің қызметінің бұзылуына алып келетін негізгі себептердің бірі ол стресстік жағдай болып келеді. Сол себепті бұл тақырып бәріне қызық деп ойлаймын. Бірінші, қалқанша безінің қызметіне келетін болсақ, ол қалқанша безі бізде ағзада ең негізгі маңызды қызмет атқаратын бездердің бірі болып келеді. Ол ағзада белоктардың түзілуін, майлардың және де көмірсулардың ыдырап, жалпы зат алмасу процесін жақсартып отырады, яғни реттеп отырады. Қалқанша безі ағзада кальцийдің сіңуін және де қандағы қанттың деңгейін реттеп отырады. Сонымен қатар ағзада жалпы бейімделу, яғни адаптация процесін реттейді, ағзаның физиологиялық дамуын реттейді, ағзада жыныстық дамуды, репродуктивті процестің дұрыс жүруін реттеп отырады. Бас миының жұмысын және де интеллектуалды дамуды реттеп отырады. Сонымен қатар иммунитеттің дұрыс жұмыс жасауын және де ағзада жылудың түзілуін реттеп отырады. Қалқанша безі ерлерде, әйелдерде болсын, және де үлкендер, кіші болса да, қай ұлт болса да, бұл ауру тұқымнан тұқымға қуалап отырады. Сол себепті бұл қалқанша безінің жұмысын бәріне тексеріп отыру керек. Қалқанша безінің негізі тұқымқуалаушылық арқылы берілетін ауру болып келеді. Сонымен қатар және де басқа да факторлар әсер етеді. Ол факторларға айта кететін болсақ, бірінші радиациялық әсерлер және де жануар текті белокты тағамдарды аз қабылдағанда және де селеннің жетіспеушілігі, бауырдың жұмысын, бауыр жетіспеушіліктерінде және де алтын препараттары және цитостатиктерді қабылдағанда, гормондарды және контрацептивтерді қолданғанда, ішімдік және де темекі қабылдағанда болуы мүмкін. Келесі, қалқанша безінің жұмысын анықтайтын әдістерге келетін болсақ, ол бірінші тиротропты гормон және де УЗИ болып келеді. Тиротропты гормон ол гипофизде өндірілсе де, қалқанша безінің қызметінің бұзылғандығын алғашқы көрсететін тиротропты гормон болып келеді. Ал келесі бізде УЗИ, бізде ағзада УЗИ аппараттары бізде қалқанша безінің контурын, көлемін және де ол жерде киста немесе түйіндер бар екенін және де қан айналымын көрсетеді. Ал егерде түйіндер болатын болса, онда соноэластография әдісін жүргізу керекпіз. Соноэластография ол егерде қалқанша безінде қандай да түйіндердің құрылымын көрсетеді. Яғни дәрігерге түйіннен рак алды тіндер бар ма, жоқ па, соны анықтайтын әдіс болып келеді. Және де егерде қандай да рак алды ауру бар екен күдіктенетін болса, онда тироглобулин және де кальцитонин бізге негізгі көрсететін маркер және көрсеткіш болып келеді. Және де тироглобулин ол операциядан кейінгі науқастың қалқанша безінің қызметін, қалқанша безі туралы ақпарат беретін негізгі маркер болып келеді. Келесі, бізде кейде УЗИ нормальный болуы мүмкін, бірақ ТТГ көтеріліп тұруы мүмкін.
Ал кейде УЗИде киста түйін болуы мүмкін, бірақ ТТГ нормальный болады. Ал кейде екеуі де нормальный болып, пациенттің клиникасында қалқанша безінің бұзылғанын байқау, қызметін бұзылғанын байқауға болады. Сондықтан бізде клиникасына да аса қатты мән береміз. Ал сол себепті бұндай жағдайда пациентті біз 3-4 айдан кейін қайтадан анализ тапсырып, ТТГ және УЗИ өтуін сұраймыз. 9-10 жастан бастап бізде жыл сайын ТТГ және де УЗИ щитовидка өткеніміз абзал. Егер де сізде анализде қалыпты көрсеткіште сізге врач қайтадан келесі 3-4 айда анализ тапсырыңыз десе, онда тапсырғаныңыз абзал. Себебі қалқанша безінің қызметінің бұзылысы 3-4 айда анализдің көрсеткіші өзгеруі мүмкін. Бүгін сіздерге жүкті әйелдегі қалқанша бездің жұмысы қалай жүреді және де оны тексеру керек пе? Қалқанша без аурулары бар кезде гормон қабылдағанның балаға зияны бар ма, жоқ па? Сол туралы айтатын боламын. Егер де қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Жүкті әйелдерде бастапқы уақытта токсикоз, жүрек айну, құсу секілді сезімдер болады. Және де егер де сондай сезімдер сізде қатты болса, онда мен сізге гормондарға қан анализін тапсыруды ұсынар едім. Себебі 3 аптадан бастап ұрықта қалқанша безі дамып бастайды. Ал 12-ші аптадан бастап өзінің қалқанша безі гормон бөле бастайды. Ал соған дейін ол анасының гормондарымен орнын толықтырып отырады. Жүкті әйелдерде 8-9 аптасында мына 2 процесс жүреді. Бірінші, ол хориондық гонадотропин жоғарылайды да, қалқанша безінің жұмысын жоғарылатып, гормондар көп бөлінеді. Соның нәтижесінде токсикоз, тиреотоксикоз пайда болып, жүрек айну, құсу, жүрек соғысының жиілеуі және де бір ыстық тер басқандай сезімдер болуы мүмкін. Екінші, ағзада эстроген көбейіп, тироксин байланыстырушы глобулинді көбейтеді. Ал ол өзімен бос тироксинді байланыстырып, ал ағзада қаны тироксиннің мөлшері азаяды. Соның нәтижесінде нәрестенің орталық жүйке жүйесін және қаңқа сүйегінің дамуын реттеп қарап отыратын бос тироксин Т4 азаяды. Соның нәтижесінде баланың бас миының мөлшері кішірейіп, нәрестеде эндемикалық кретинизм дамуы мүмкін. Ол болашақта ДЦП немесе аутизм секілді белгілермен кейін көрінуі мүмкін. Келесі, жүкті әйелдерде гипотиреоз дамайтын болатын болса, онда жүкті әйелде түсік тастау немесе баласының дұрыс дамымауы және де немесе гистоз немесе анемияға алып келуі мүмкін. Сол себепті біз жүктілікті пландау алдында, жүктілік болмастан алдын сіз осы гормондарға тапсыру керексіз. Немесе егерде қандай да бір себептермен тапсыра алмаған болсаңыз, онда жүктілікті білген кезден бастап осы гормондарға тапсырасыз. Ал негізі жалпы жүкті әйелдер әрбір триместрдің бастапқы уақытында тапсыру керек. Егер де қажет болса, оның коррекциялап орын басушы терапияны ішу керек. Кейбір жүкті әйелдер кімнің тағайындауынсыз ет қабылдауы мүмкін, бірақ мен оны ұсынбас едім. Себебі жүкті әйелдерде осы қалқанша безінің қызметін білу үшін ТТГ-ға тапсырғанда, ол оның көрсеткішін дұрыс көрсетпеуі мүмкін. Негізі жүкті әйелдерде бастапқы 1-ші триместрінде зәрмен көп мөлшерде йод шығады. Ал егерде қалқанша безінің аурулары жоқ, дені сау әйел болатын болса, онда оның орнын қайтадан өзінен өзі қалпына келеді. Ал егер қалқанша безінің аурулары болатын болса, онда ол кісі міндетті түрде орын басушы терапияны қолдану керек. Ал оны қолданбаса, балаға өте қатты зиян болуы мүмкін. Бұл жерде орын басушы терапия тек нәрестенің дұрыс дамуына ғана емес, жүктілікті дұрыс сақтап қалуға, жүктіліктің дұрыс дамуына, жалпы жүктілікті сақтап қалуға
әйел кісінің өзін дұрыс жақсы сезінуіне, салмақ қоспауына және бетіне дақтар түспеуіне өте көп үлесі бар. Бұл жерде ең бастысы жүктіліктен кейін, босанғаннан кейін әйел кісінің ұзақ уақыт омыраумен емізуіне өте көп үлесі бар. Ал бұлардың ең бастысы жүкті әйел осы қалқанша безінің гормондарына тапсырып, егерде керек болса ормасушы терапияны қолданып отыру керек. Бүгін сіздерге қалқанша безінің ауруы және қан азығы бар екенін мазалап жүрсе, мен сізге бір құпия айтатын боламын. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Қан аздықтың негізгі себептерінің бірі ол ферритиннің төмен болуы. Ферритин ағзада оптималды, яғни оптималды нормасы 80 мен 100-дің арасында. Бізде көбінесе әйелдерде ферритин болады. Оның себебі қалқанша безінің ауруларымен көбіне ауыратын, 90% ауыратындар ол әйелдер болып келеді. Енді қалқанша безінің қызметі қандай? Қалқанша безінің эритроциттердің синтезіне қатысады. Асқазанда темірдің сіңіруіне және де үшінші қызметі B12 мен B9 витаминдерінің сіңіруіне атсалысады. Эритроциттер бауырда және көкбауырда ыдыраған соң, олар қайтадан эритроциттердің синтезіне қатысады. Ал бұл жерде қалқанша безінің болғандықтан, бұл жерде эритроциттердің синтезі төмендейді, соның нәтижесінде ағзада анемия пайда болады. Келесі, темірдің сіңірілуіне атсалысады дедік. Ол қалай? Асқазанның қышқылы арқылы 3 валентті теміріміз 2 валентті темірге айналады. Ал үшінші B12 және B9 витаминдерінің сіңірілуі ол касл факторы арқылы жүреді. Ал касл факторының синтезіне тікелей қалқанша безінің гормондары атсалысады. Енді біз осы ферритиннің қалқанша безін, яғни ферритинге әсер етеді дедік қой. Енді ферритиннің өзі бір круг ретінде қалқанша безінің жұмысына баяулатады. Ағзада ТТГ-ға әсер ететін екі гормон болады. Т3 триодтиронин және Т4 тироксин дейтін гормондар. Ал ол гормондардың синтезін жүргізетін тиропероксидаза дейтін фермент болады. Ал ол фермент төмендеуіне қандағы железі қатысады. Енді былай айтатын болсақ, железі төмен болса, тиропероксидаза төмендейді. Ол тиропероксидаза төмендесе, Т3, Т4 гормондары төмендейді. Ал ағзада қанда Т3, Т4 гормондары төмендейтін болса, онда ТТГ гормоны жоғарылайды. Соның нәтижесінде қайтадан қалқанша безі ферритиннің төмендетсе, ферритин де қалқанша безінің қызметін қайтадан төмендетіп, осындай круг жүріп жатады. Енді келесі, біз енді осы ферритинді ағзада ферритинді көтеру үшін темірді ішетін болсақ, темірді қабылдайтын болсақ, ол біздің еміміздің толық болмайды. Себебі ферритиннің төмендеуіне қалқанша без әсер етіп тұр. Сол себепті ферритин төмен болса, қалқанша бездің гормондарына тапсырамыз. Және де гормондарын анықтау керек. Және де ТТГ-ны төмендетіп, ТТГ-ның нормасы, оптималды нормасы 1 мен 2-ның арасында сол дәрежеге жеткізу керек. Сонда бізді қандағы ферритиніміз мөлшері жоғарылайды. Яғни емінде мұнда әрі железіні қабылдаймыз, қалқанша безінің гормондарын реттейміз, және де осы ферритинге әсер ететін белокты қабылдау керекпіз. Бүгін сіздерге өттің дұрыс тамбауына ферритин және қалқанша безінің бір-бірімен қандай байланысы бар екені туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ферритин дейтін ол белок. Ферритин ол өзімен темірді байланыстырып, ол қорға жинайды. Яғни осы ферритин жетіспеушілігінен ағзада анемия пайда болады. Бұлай айтқанда, өттің және қалқанша безінің
анемияның пайда болуына қалай алып келеді, сол туралы айтатын боламын. Ферритин ол ағзаға тамақпен бірге түскен кезде, яғни белок түскен кезде асқазанның қышқылдығымен ол жартылай амин қышқылына ыдырайды, ал 12 елі ішекке барғанда өттің көмегімен ол толықтай амин қышқылына айналып, ол ішекке барып, соның нәтижесінде ағзаға толықтай сіңеді. Енді ферритиннің нормадан төмен болуы қай кездерде болады? Егерде осы қышқылдықтың төмендейтін болса, және де өттің дұрыс тамбауы нәтижесінен болады. Қышқылдықты не реттейді деген сұраққа келетін болсақ, немесе қалай реттеледі, ненің көмегімен реттеледі? Тұз қышқылы және пепсинді бөлінуіне әсер ететін ол гастрин дейтін гормон болып келеді. Оған әсер ететін соматостатин дейтін гормон арқылы реттеледі. Ал соматостатин нормадан жоғарылайтын болса, тиротропты гормонды және соматотропты гормонды және гастринді төмендетеді. Біз негізі қарайтымыз осы ТТГ қарайтын болсақ, яғни ТТГ төмендейтін болса, онда гастрин де төмендеді деген сөз. Гастрин төмендейтін болса, ол бағанағы айтқандай пепсин мен тұз қышқылының төмендеуіне алып келеді. Яғни сол кезде ағзаға түскен белок жартылай амин қышқылына айналмай қалады. Сіздерге яғни қазір түсіну қиын болып тұр. Негізі сіз ТТГ-ға тапсырасыз, ТТГ төмендесе, гастриннің де төмендегенінің содан білеміз. Осы ТТГ гормоны нормада болатын болса, онда біз келесі қарайтынымыз ол өттің дұрыс тамып тамбауынан. Яғни оны қалай не себепті біз өтке қарау керекпіз? Себебі жартылай амин қышқылын толықтай амин қышқылына айналдыратын ол трипсин дейтін ұйқы безіне бөлінетін фермент болып келеді. Ол ферментті бөлуіне әсер ететін бізде өт болады. Анемияның пайда болуына өттің де өте үлкен әсері бар. Яғни соның нәтижесінде бізде жартылай амин қышқылы толықтай амин қышқылына айналмай қалады. Егер өт дұрыс бөлінбесе, соның нәтижесінде ол айналмау нәтижесінде толық амин қышқылына ішекке сіңбей қалады. Былай айтатын болсақ, бізге ағзаға белок түсті, ол асқазанның қышқылдығы арқылы белоктан жартылай амин қышқылына айналады. Ол жартылай амин қышқылы 12 ішекке барып, ол жерде трипсиннің әсерінен толық амин қышқылына айналады. Толық амин қышқылына айналған екен, ол ішектерге барып, сол жақта сіңеді. Ал егерде мен айтқан тұз қышқылы аз бөлінетін болса, және де өт дұрыс бөлінбейтін болса, онда бізде осы ферритиннің төмендеуінің негізгі себептері болып келеді. Сол себепті біз ТТГ-ны және де өттің дұрыс бөлінбеуіне қатты қадағалау керекпіз. Бүгін сіздерге көп адам біле бермейтін және көп адам ол жүйеге мән бере бермейтін жүйе туралы айтатын боламын. Ол яғни лимфа жүйесі. Лимфа жүйесі, көп адам лимфа жүйесіне мән бермейді, оның дұрыс ағуына, дұрыс жүруіне көп мән бермейді. Лимфа жүйесі жүрек қан тамыр жүйесіне жатады, және де жүрек қан тамыр жүйесіне қан айналым жүйесі және де лимфа жүйесі жатады. Ал қан айналым жүйесіне қанның өзі, тамырлар және де жүрек жатады. Ал лимфа жүйесіне лимфа тамырлары және лимфа түйіндері жатады. Ал біздегі ең үлкен лимфа түйіндері ол шап аймағында лимфа түйіндері, іштегі лимфа түйіндер, қолтық астындағы лимфа түйіндер, мойындағы, жақ астындағы, құлақ артындағы лимфа түйіндері бар. Біздегі лимфа тамырлары лимфа түйіндерінің бойымен өтіп, бүкіл денеде қай жер артерия, вена, қан тамырлары бар, сол жерлерде лимфа тамырларда болады. Бізде лимфаның қандай қызметі бар деген сізде сұрақ болуы мүмкін. Бізде лимфаның ағзадағы сұйықтықты алып шығу, яғни жасша арасындағы сұйықтықты алып шығу қызметін атқарады. Біздің әрбір органымыз жасшадан тұрады, ал ол жасша арасында бір-бірінен жасша аралық сұйықтық арқылы байланысып отырады. Яғни осы жасша
аралығындағы сұйықтықтарды алып шығу қызметін атқарады. Егер де лимфа дұрыс ақпайтын болса, жүрмейтін болса, онда адамда ісіну пайда болады, ісік пайда болады. Жүзігіңіздің саусағыңызға сыймауы, туфлиіңізге аяғыңыздың сыймауы, және де носкидің іздері болуы, целлюлит, және де беттің ісіңкі тұруы, ол лимфа жүйесінің дұрыс жасамай жатыр деген сөз. Енді келесі, егер де адамда лимфа қою болатын болса, онда лимфаның үркілуі мүмкін. Сол үркілу нәтижесінде су алмасу бұзылып, ағзада ісіну процесі жүреді. Келесі, лимфа жүйесінің қандай қызметі бар? Ол келесі иммунитет қызметін атқарады, иммунитет жүйесін реттеп отырады. Егер де ағзада лимфа іркілетін болса, дұрыс жүрмейтін болса, онда иммунитет түседі. Бізде қазіргі заманда, егер де адам аурушаң болатын болса, онда вирусқа қарсы және антибиотик және қандай да бір иммунитетті көтеретін дәрілерді береді. Бірақ оны өз орнында қолданбаса, үнемі қолдануға болмайды. Егер де иммунитеттің түсі көп болатын болса, онда лимфа жүйесіне қатты мән беріңіз. Лимфа жүйесіне қатты мән бергенде бірінші оның лимфа түйіндеріне мән береміз. Егер де ағзада қандай да бір токсиндерді шығара алмаса, шығаруға мүмкіндігі аз болатын, немесе қандай да бір вирустар көп болатын болса, бактериялар көп болатын болса, онда лимфа түйіндері соған сәйкес ұлғаяды. Ал егер де сіз лимфаның жүруін жақсартатын болсаңыз, және қандай соған сәйкес дәрілік шөптерді ішетін болсаңыз, лимфа түйіндері қайтадан қалпына келеді. Ал келесі біздегі лимфаның қызметі, лимфа жүйесінің, ол дезинтоксикациондық дренажды жүйені құрайды. Яғни ағзада токсиндерді шығару қызметін атқарады. Егер де ағзада токсиндер көп болатын болса, лимфа жүйесі, лимфа түйіндері токсиндерді ыдырата алмаса, адам көп терлейді. Жағымсыз иісті тер шығады. Спорттық залдан кейінгі жағымсыз иіс емес, қалыпты отырғанда да терден бөлетін жағымсыз иіс болып келеді. Бізде егер де лимфа жүйесі ағзадағы токсиндерді шығару ыдырату қызметін атқармаса, онда бізге қосымша біздің ағзамыз қосылады. Яғни тері арқылы біздің токсиндерді шығарады. Тері арқылы токсиндерді ағзада акне түрінде, прыщик, постакне түрінде ағзадан шығарып отырады. Және де жамбас аймағындағы қандай да бір прыщиктердің бәрі осы лимфаның ягодицада акненің, прыщиктің болуы, ол осы лимфаның дұрыс жүрмеуіне болып келеді. Егер де сіз үнемі отырыңқы қалыпта, үнемі телевизордың, компьютердің алдында отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, телевизор көп көретін болсаңыз, онда шап аймағындағы ең үлкен лимфа түйіндері басылып қалады да, соның нәтижесінде лимфа дұрыс ақпау нәтижесінде ағзада сұйықтықтың шығуы қиындап, соның нәтижесінде ісіну пайда болады. Ал келесі осы лимфаның дұрыс жұмыс атқарылмай жатқанын, ағзада қандай да бір экзема, псориаз, тері ауруларын болуы да осы лимфа жүйесінің дұрыс жасамауының бір белгісі болып келеді. Келесі бізде лимфа жүйесінің жұмысын жақсарту үшін не істесек болады, қалай жақсы жүргізсек болады? Ол бірінші біздегі артерия және вена қан тамырларының айдайтын жүрегі болатын болса, ал біздің лимфа жүйеміздің жүрегі ол бұлшықет болып келеді. Яғни жүрек артерия арқылы қанды айдап, вена арқылы насос түрінде өзі автономды түрде реттеліп отыратын болса, ал лимфа жүйесі егер де бұлшықетіңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, егер де сіз аз қимылдайтын болсаңыз, лимфаңыз дұрыс ақпайды деген сөз. Дұрыс жүрмейді, соның нәтижесінде ағзада ісіну пайда болады. Сол себепті үнемі белсенді қалыпта қимылдап отырып, қимылдап жүру керекпіз. Сол себепті біз келесі лимфаның дұрыс жұмыс жасау үшін біз бұлшықеттің тез жиырылып, жақсы жиырылуын қамтамасыз ету керекпіз. Яғни күніне 1000 шаг жасасақ жақсы. Екінші приседания жасау. Яғни біздің ең үлкен лимфа түйіндері, тамырлар аяқта орналасқандықтан ол жоғарыдан төменнен жоғары көтерілу үшін біз приседания жасасақ, аяқтың бұлшықеттері, яғни лимфаның жоғары қарай көтерілуіне, лимфа түйіндерінің баруына атсалысады.
және келесі ол біздегі ең үлкен лимфа түйіндері іште орналасқандықтан біз пресс жасау керекпіз. Келесі біздің жаттығуымыз ол дренажды жаттығу, яғни адам көлденең қалыпта жатып, аяқ қолын көтеріп сілкілеу керек. Сілкілеген кезде лимфа түйіндері жақсы жүреді. Келесі біздің ағзада үлкен кіші тамырлар болған секілді лимфа тамырлары да үлкен кіші болады. Егер де шеткі аймақтан орталық аймаққа лимфаны айдамайтын болсаңыз, онда бактерия мен вирустың дамуына қолайлы орта болып келеді. Сол себепті үнемі қимылдау керек. Және де ісік пайда болғанда, носкидің ізі қалатын болса, қандай да бір теріңізді қасылағанда қасыған іздің қалатын болса, және ағзада қандай да бір егерде киімді қысып тар киім кимесеңіз, нормальный киім киген кезде киімнің ізі қалатын болса, онда лимфа жүйеңіз дұрыс жасамайды деген сөз. Келесі біздің лимфа жүйесін жақсы жұмыс істеу үшін контрастты душ қабылдау керекпіз. Контрастты душ, яғни күніге қабылдасаңыз болады, және де 40 секунд жылы суға, 20 секунд салқын суға түсу керек. Және осылай отыра салқын суға ақырындап бейімделу керек. Бірден салқын суға түсуге болмайды. Және ең бастысы температураның айырмашылығы болу керек. 40 секунд жылы су, 20 секунд мұздай суға, бірақ қатты салқын су болмау керек. Келесі бізде 7-10 күнде баняға барсаңыз болады. Баняда лимфаның жақсы жұмыс жасауына үлесі көп. Келесі лимфаның жақсы жүру үшін бізде маңызды орында массаж болып келеді. Массажды өз-өзіңізге жасасаңыз болады. Яғни лимфаның жақсы жүруіне көмектесетін массажды оны ютубтан қарасаңыз болады. Немесе ол арнайы мамандарға барып, лимфаның жақсы жүруіне арналған массажды жасау керек. Яғни ол шеткі аймақтан орталыққа қарай жасайтын массаждар болуы керек. Келесі біздің лимфаның дұрыс жұмыс жасауына судың өте үлкен үлесі зор. Күніне 1,5 литр су ішетін болсаңыз, сіздің лимфаңыздың сұйық болып келеді, және оның аққыштығы жақсы болады, яғни жақсы жүреді лимфа жүйеңіз. Келесі біздегі лимфаның жақсы жүруіне ағзада дұрыс тамақтануымыз керек. Яғни ағзада тез дайын болатын көмірсуларды көп қолданбау керек, химикаттарды, және де табиғатында жоқ тамақтарды, консерванттарды қолданбағаныңыз абзал. Ол лимфаны қоюландырады. Келесі лимфаның жақсы жүруіне көмектесетін жасыл шөптер, және де табиғатында бар өнімдер болып келеді. Біздің ағзамыздың бәрі бір-бірімен байланысты болып келеді, бір-бірімен байланысты жұмыс жасайды. Ал біздегі лимфа жүйесі бауырмен өте тығыз байланысты болып келеді. Бауыр бізде ағзаға түскен токсиндерді және де инфекцияларды жойып отырады. Егер де бауыр токсиндерді жоя алмайтын болса, онда инфекциялар, токсиндер лимфа түйіндеріне барады. Егер де осы біздің ағзамыз фильтр дұрыс жұмыс істемесе, онда лимфа тамырларын қанша жерден емдесеңіз де ағзаңыз толық тазармайды. Сол себепті бірінші орында бауырды тазалау керек. Келесі бізде лимфа жүйесімен тығыз байланысты ол ішек болады. Ішек, егерде ағзада ішіңіз қатып, нәжіс бір орында ішекте ұзақ уақыт тұратын болса, ол өзіне токсиндерді бөледі де, және де ол қанға және лимфа жүйесіне түседі. Яғни қайтадан сол токсиндермен улану процесі жүреді. Сол себепті тек қана лимфа жүйесін ғана емдеп қоймай, біз комплексіне бауырды, лимфа жүйесін, ішекті толық емдеу керек. Келесі лимфа жүйесін жақсы жүру үшін мен айтқан қоспаны жылына 2 рет қабылдау керек, және 45 күннен кем қабылдамау керек. Ол жапырақты шабындықтан 30 грамм, сары тәтті бедеден 20 грамм, лингонберн жапырағынан 30 грамм, қайын жапырағынан 20 грамм, және де зверобой шөбінен 30 грамм алып, осы қоспаны жақсылап араластырып, таңертең бір ас қасығын 700-800 мл ыстық суға тұндырып қойып, 31 сағат, таңға астан 30 минут алдын
түскі астан 30 минут алдын, кешкі астан 30 минут алдын қабылдау керек. Және бұны айта кеткенімдей 45 күннен кем болмау керек. Келесі, сұйық хлорофилді бір чайный ложкасын күніне 2 рет қабылдасаңыз, лимфа жүйеңіз жақсы жүреді. Келесі, біздің қосымша лимфа жүйесінің жақсы жұмыс жасау үшін бізде диафрагманың рөлі өте зор болып келеді. Диафрагмада бұлшықетті мүше болып келеді, яғни көкіректі іш қуысынан бөліп тұратын бұлшықетті мүше. Ал ол егер диафрагма спазмдан қалатын болса, онда лимфа дұрыс жүрмеуі мүмкін. Сол себепті арнайы мамандарға барып спазм босаңсаңыз болады, немесе өзіңіз арнайы ютубтан диафрагмальды тыныс алу деп іздеп, сол бойынша өзіңіз жасасаңыз болады. Келесі, лимфаның жақсы жүру үшін Алексеев душын қолдансаңыз болады. Яғни өзіңіздің арнайы үйіңіздегі душқа осы Алексеев приборын басына кигізіп қоятын болсаңыз, душтан ағатын напормен атқанда лимфаның дұрыс ағуына көп септігі бар. Бүгін сіздерге варикоз аурулар неден пайда болады, және де оны қалай емдейміз, және оны қалай алдын алуға болады, сол туралы айтамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Варикоз жүрек қантамыр жүйесі жүректен вена қантамыры және артерия қантамырынан тұрады. Ал жүрек насосты түрде артерия арқылы оттегіге қаныққан қанды айдап, вена қаны арқылы тіндегі көмірқышқыл газыны бай қанды әкеліп, ол жерде қайтадан оттегі қаныққан қанға айналып, осылай қан айналымы жүріп отырады. Яғни бізде қан келді, енді тіндегі көмірқышқылдарды алып қайтатын вена қаны туралы айтатын боламыз. Біздегі вена қантамыры дұрыс үшін бұлшықеттің рөлі өте үлкен. Бұлшықетіміз қаншалықты жақсы жұмыс жасайды, жиі жұмыс жасайды, соғұрлым вена қаны жоғары қарай жақсы көтеріледі. Варикоз дегеніміз не? Варикоз дегеніміз ол тері ішілік, және де терең вена қантамырлары, және коммуникантты вена қантамырларының қабырғасының созылып, және қабыну процесінің, және де деформацияның әсерінен вена қантамырының қабырғасы бұзылуынан пайда болады. Вена төменнен жоғары көтеріледі, яғни өзінің тартылыс күші бойынша бақшалары арқылы жоғары көтеріп отырады. Егер де осы қан айналымы дұрыс болмайтын болса, сіз аз қозғалатын болсаңыз, онда аяқтағы вена қаны баяу қозғалатын болады, және де егер де қаныңыз қою болатын болса, қанның жоғары көтерілуіне теріс ықпалын тигізеді. Вена қаны көп мөлшерде болатын болса, вена қантамырын да қысыммен кереді де, соның нәтижесінде вена қантамырының созылуы мүмкін. Егер сіз жаттығу жасалмайтын, немесе үнемі отырыңқы қалыпты болатын болсаңыз, ұзақ уақыт вена қантамырын керетін болса, онда сол жерде қабыну процесі болады. Яғни қабыну процесінің нәтижесінде вена қантамырының бүтіндігі бұзылады. Ал бүтіндігі бұзылды деген сөз, ол дәнекер тінденеді. Дәнекер тінденді деген ол иілгіштігінен айырылады. Соның нәтижесінде вена қантамыры созылып, біздің көзімізге көрінетіндей вена қантамырына айналады. Варикоздың пайда болуына бұлшықеттің әсер етеді, және де екінші, егерде қаныңыз қандай қою болатын болса, баяу жүруіне әсер етеді. Келесі, варикоз бізде неден пайда болады? Егерде вена қантамырларының кейбір бөлігінде спазм болатын болса, яғни іштің веналарында спазм болатын болса, онда ол төменгі аймақта, тазының аймағында варикоз болады. Ал тазда қандай да бір спазм болатын болса, спазм деген ол вена қантамырының кейбір бөлігінің саңылауының тарылуы болып қалады. Соның нәтижесінде төменгі бөлігінде варикоз пайда болады. Егер сіз көп қимылдамайтын болсаңыз, шабаймағындағы ұзақ отыру нәтижесінде қанның дұрыс айналмайды, яғни вена қантамырларына дұрыс қан айналымы жүрмеген екен, сол жерде бір тарылған секілді болуы мүмкін. Сол тарылу нәтижесінде төменгі аймақта, яғни аяқтарда вена қантамырлары кеңею нәтижесінде варикоз пайда болады. Варикоздың қалай алдын аламыз? Біз үнемі қимыл қозғалыста болу керекпіз. Көп
белсенді бұлшықетімізді шынықтыру керекпіз. Үнемі активті, тұрақты қимыл қозғалыста болу керекпіз. Іштегі бұлшықеттеріңіз және сіңірлеріңіздің тырысып қалуының нәтижесінде вена қан тамырының дұрыс жұмыс жасамауына әсерін береді. Сол себепті висцералды терапевттерге барып, осы бұлшықеттің және де сіңірлердің спазмы болса, және қатайып қалған жерлері болатын болса, соны босаңсыту арқылы вена қан тамырларының дұрыс жұмыс жасауына көп ықпалын тигізеді. Бізде вена қан тамырларының дұрыс жұмыс жасау үшін ішектің рөлі өте зор болып келеді. Ол бірінші қалай ағзада егерде іш қату болатын болса, немесе үнемі ішіңіз желденетін болатын болса, онда вена қан тамырларының дұрыс жүрмеуіне әсері бар. Егерде ұзақ уақыт сізде іш қату запор болатын болса, онда ол вена қан тамырларын басып, соның нәтижесінде вена қан тамырларының кейбір бөлімі спазм болып, ал төменгі бөліктерінде варикоз пайда болуы мүмкін. Сол себепті венаңыздың дұрыс жұмыс жасауына ішіңіздің қатпауы, яғни күніне бір рет үлкен дәретке барып тұруыңыз керек. Вена қанның жүруіне бауыр физиологиялық, анатомиялық түрде, биохимиялық түрде әсер етеді. Ол егерде бізде бауыр қан түзуші орган болғандықтан, ол біздегі қан қалай түзіледі және қалай жүреді, соған байланысты біздің вена қанымыздың жақсы жүруіне әсер етеді. Егер де біздің қанымыз қою болатын болса, онда вена қанның жүруі қиын болып, ол бағана айта кеткендей вена қан тамырына қысыммен әсер етіп, оның бүтіндігінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Сол жерде қабыну процесі жүріп, оның иілгіштігінен айыруына алып келеді деп жоғарыда айттым. Бауырдың артқы жағынан үлкен төменгі вена қан тамыры өтеді. Егерде бауырда қандай да бір циррозы процесс, бауырдың қатаю болатын болса, онда ол вена қан тамырының ағуына кері әсерін тигізеді. Яғни оның вена қанның дұрыс ағуы үшін диафрагманың рөлі үлкен болып келеді. Диафрагма дегеніміз кеуде қуысын іш қуысынан бөліп тұратын бұлшықет болып келеді. Егерде диафрагма қысылған немесе спазмданған болатын болса, онда вена қанның дұрыс жүрмеуіне әсер етеді. Сол себепті де егерде диафрагмаңыз спазмданған болса, онда диафрагманы босаңсытатын жаттығуларды жасау керек. Келесі бізде қазіргі метод бойынша, егерде қандай да вена қаны үлкейіп, көзге көрінетіндей варикозға айналатын болса, оны сразу оперативті түрде отамен алып тастауға тырысады. Бірақ ол сол қан тамырды алып тастағанмен, келесі 1-2-3 жылдан кейін басқа жағынан вена қан тамырларының кеңеюіне және варикоздың пайда болуына алып келеді. Себебі біздің қанымыз әлі де қою, және де ол біз сол қою қанмен күрескен жоқпыз. Бүкіл ағзадағы қан енді басқа вена қан тамырына бүкіл күшпен әсер етеді. Соның нәтижесінде қан қою болып, қою күйінде қайтадан вена қан тамырларының кеңеюіне алып келеді. Сол себепті ол вена қан тамырын алып тастау негізгі шешім. Сол себепті біз қаныңыздың қою болса, қоюлығымен күресу керекпіз. Ішіңіз қататын болса, запор бар болатын болса, оны кетіру керекпіз. Және де бауырымыздың жұмысын жақсарту керекпіз. Варикоздың пайда болуының алдын алуға қандай шаралар жасаймыз? Ол бірінші контрастты душ, ыстық суықпен нерв ұштарын тітіркендіп, вена қан тамырларының дұрыс жүруіне әсер етеміз. 1 минут суық су, 30 секунд жылы сумен екеуін ауыстырып отырып, төменнен жоғары қарай душ қабылдап, соның нәтижесінде вена қаны жоғары көтерілгендіктен, сол бойымен вена қанның дұрыс жүруіне әсер етеді екенбіз. Ал келесі біздің ол аяқты 10-15 минут көтеріп жату. Яғни ол да вена қанның дұрыс жүруіне, вена қанның жақсы жүруіне әсер етеді. Ал келесі күніне 1000 шаг жасап жүру керекпіз. Вена қан тамырларының жақсы жүру үшін арнайы тұнба айтамын. Вена қан тамырына
сол вена қан тамырларының дұрыс вена қан дұрыс ағуына, және егерде вена қан тамырында патология болатын болса, оны қайтадан қалпына келтіруіне, және бауырдың жұмысына, лимфаның ағуына да әсер етеді. Яғни егерде ағзада аяғыңызда лимфа тамырлары да дұрыс жүрмейтін болса, ол ісік пайда болады. Сол ісік вена қан тамырының басып қалып, соның нәтижесінде вена қанның дұрыс жүрмеуіне әсер етеді. Бұл тұнба осы лимфа жүйесі дұрыс жүруіне де әсер етеді, және де бауырдың да жұмысына әсер етеді, жақсартады. Бірінші, жапырақты шабындықтан 40 грамм, сары бетеден 20 грамм, лещина 30 грамм, таңқурай жапырағынан 15 грамм, одуванчик тамырынан 10 грамм, брусника жапырағынан 10 грамм алып, шөптен жасалған қоспаны сіз жақсылап араластырасыз, және таңертең бір ас қасығын 700-800 миллилитр суға араластырып, оны тұндырып қоясыз, және тұнбаны тұндырып алып, суын әр тамақтанардан алдын, таңғы астан 20 минут алдын, түскі астан 20 минут алдын, және кешкі астан 20 минут ішу керексіз. Және бұны минимал 40 күн ішу керексіз, ағзаңызға жиналып өз эффектісін беру үшін. Келесі, бізде каштан конский тұнбасы да варикозда ауру кезінде жақсы көмектеседі. Ал егерде сізде ағзада қандай да бір қан тамырларының сеткалы тор секілді қан тамыр көретін болсаңыз, теріңізде, онда сізде витамин С немесе рутиннің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сол себепті витамин С ішетін болсаңыз, торлық қан тамырыңыз жойылуы мүмкін. Келесі, бізде осы қанның қою болуына, және де варикозды ауруларына қосымша пайда болуына әсер ететін оральды контрацептивті препараттар болып келеді. Ұрықтануға қарсы дәрілерді ішетін болсаңыз, онда сіздің қанның қою болуына алып келуі мүмкін. Егерде варикозыңыз болатын болса, онда бұл дәрілерді ішуге болмайды, себебі ол сізді ағзада тромб пайда болуына алып келуі мүмкін. Бұл ақпараттың бәрі жалпы мағлұмат. Қандай жағдайда болса да, сіздер өздеріңіздің жергілікті дәрігерлеріңізбен ақылдасып, сұхбаттасып, кеңесіп, ем қабылдау керексіздер. Осымен видеомыз соңына жетті. Егерде сіздерге ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік. Бүгін сіздерге пигментация немесе терідегі дақтар туралы айтқым келіп тұр. Терідегі дақтардың 70% бірінші қалқанша безі және гипофиздің бұзылысының нәтижесінен болады. Ал екінші, ол асқазан ішек жолы ауруларында өт-тас ауруы және де дәрі-дәрмекті вирусты этиологиялық гепатиттердің әсерінен болады. Ал және де басқа да келесі 5 фактордың әсерінен де теріде дақтар пайда болуы мүмкін. Ол бірінші, күн сәулесінің ұзақ уақыт түсуінен, және де күн сәулесінің агрессивті түрде әсер етуінен. Екінші, ағзада витамин С-ның артық немесе жетіспеушілігінің нәтижесінен болады. Үшінші, егерде сіз шомылуға, жағажайға құрамында спирті бар дезодорантты, кремді және де парфюмді қолданатын болсаңыз. Төртінші, кейбір макролид тобындағы антибиотиктерді қолданатын болатын болсаңыз. Ал бесінші, ол жүктілік кезінде. Босанғаннан кейін жүкті әйелдердің дақтары кетуі керек, егерде қалқанша безінің бұзылысы болмаса. Келесі енді айтатынымыз, егерде сізде дақ болатын болса, гормондарға анализ тапсырып, жалпы биохимиялық анализ тапсырып, УЗИ түсіп, витамин С-ға тапсырып, дәрігерге баруды ұсынар едім.